Саламатсыздар, 6 сыныптың оқушылары. Екі санның қатынасы, екі санның пайыздық қатынасы деген тақырыпта 90-шы есепті шығарайық. Так, 90-шы есебіміз мына тұр. А 100-ге және Б 20-ға тең дейді. Осыған байланысты 4 есеп берілген. А саны Б санның қанша есе үлкен немесе қанша есе кіші болатынын табыңдар дейді. Яғни А саны Б саннан қанша есе үлкен табу үшін А санын Б санына бөлеміз. Ал бастайық. 90-шы есеп. А саны 100-ге тең және Б саны беріпті 20-ға тең. А саны Б саннан қаншаға есе үлкен дейді. Олай болса, біз 100-ті 20-ға бөлеміз. 5-ге тең. Яғни бірінші есеп А саны Б саннан 5 есе үлкен. Так, екіншісі А 50, Б 200-ге тең дейді. Ал бұл кезде 50-ді бөлеміз 200-ге. Так, 50-ді 200-ге бөлетін болсақ, 0,2 0,125 болады. Есе кіші болады енді бұл жерде. А саны Б саннан есе кіші. Себебі 0,125 болып тұр. Немесе оны былай бөлуге де болады, міне, мына түрде. Так, 0,25. Тексеріп көрейік. Дұрыс екен, яғни А саны жауабы А саны Б санынан 0,25 есе кіші. Оны былай да істеуімізге болады. Бүйтуге де болады. 50 бөлу 200 естерді қысқартамыз. 50-ге 50-ді бөлем. 200-ге 50-ді бөлем. Так, 50-ге бөлсем 1, мынаны 4. Яғни А саны Б саннан 4-тен 1 есе кіші деуге де болады. Немесе бұл болады да 0,25 есе болады. Міне кіші екенді көрініп тұр. Үшінші есебі А 360-ға тең және Б 60-ға тең дейді. Бұны қалай шығарамыз? Бұл да солай. Бұл жерде де жаңағы 360-ымыз 60-тан үлкен ба кіші ма дейді. Яғни 360-та бөлеміз 60-ға. Так, бөлетін болсақ, қанша болады? 6 болады. Яғни 6 есе үлкен. А саны Б саннан 6 есе үлкен. Төртінші. А 9 және Б 450. Бұл қалай болады? Бұл онда 9 былай істеуге де болады. Бөлшегі етіп жазып. 9-ды 9-ға бөлем. 450 9-ға бөлем. 9-ды 9-ға бөлсем 1, қысқартуда бұл 450 9-ға бөлсем 50. Немесе бұны бүйтуге болады. Жауабы А саны Б санынан 50 есе кіші. Себебі 50 бөлшектің бөлімде тұр. 50 есе кіші, немесе бұны не істеуге болады? 0,100-ден 2 есе кіші депті. Міне осы жолмен де шығара беруге болады. Так, 4-ші есеп кетті. Енді 91-ші есеп. Так, 91-ші есепте не дейді? Бірінші есеп x тең 11 және y тең 88 дейді. Осы y саннан қанша есе үлкен дейді. Немесе қанша есе кіші дейді. Ол үшін x саны y саннан қанша есе үлкен деп тұрма. Так, олай болса біз былай жасаймыз. Тұр жаңағыдай 11-ді бөлеміз 88-ге. Ол үшін 11-ді 11-ге қысқартам. 88-ді 11-ге қысқартам. Мына 1 болады, мына 8 болады. Яғни x саны y-тан 8 есе кіші. Жауабы x саны y санынан 8 есе кіші. Кіші болуының себебі бөлшектің бөлімде 8 тұр. Алымда тұратын болса, онда 8 есе үлкен болар еді. Екінші есебіміз x тең 144 және y тең 12. Бұл жерде 144-ті бөлеміз 12-ге. Так, нештен береміз? Бөлетін болсақ 1-ден, 2-ден. Яғни 12 есе үлкен. X саны y санынан. Так, үшінші. X тең 53 дейді. Және y тең 318 дейді. Бұда да 53 бөлінген 318. Так, не істейміз? Бұны қысқартамыз. Нештен қысқартамыз? 6-ға бөлеміз, я? Мынаны 53-ге бөлеміз. Мынаны 53-тің өзіне бөлем. Мынаны 53-ге бөлем, қысқартам.
мынау 1-ге тең, мынауымыз 6-ға тең. Бөлшектің алымында 6 болғандықтан x саны y санынан 6 есе кіші болады. Себебі бөлшектің бөлімді 6 болып тұр. Мына жауабы. Так, төртіншісі. X тең 480 24. Бұл да солай 480-ді бөлемін 24-ге. Так, қысқартамыз. Немесе 480-ді 24-ге бөлесек те болады былайдан. 480 бөлеміз 24-ге. Так, нештен 2-ден 48. Мына 0, мына жаққа барады 0, 0 болады, 20 болады деген. Тең 20. Яғни жауабы 20 есе үлкен екен. X саны Y санынан 20 есе үлкен. Так, бітті бұл есеміз. Енді 92-ші есеп. 92-ші есеп. Так, 92-ші есеп не дейді? Үй шатырын бояу үшін 20 килограмм сыр қажет. Осы сырдың 18 килограммын қолданылды. Сырдың қандай бөлігі қолданылды дейді. Так, сырдың қандай бөлігі қолданылған? Табу керек. Сырдың қандай бөлігі қолданылу керек? Шешуі. Так, бұл кезде не қолданамыз? Әрине бұл кезде бірінші бізден жалпы 20 килограмм сыр, бояу үшін 20 килограмм сыр алынғанда, соның 18 килограмм қолданылған. Сырдың қандай бөлігі қолданылды? Яғни 18 килограмм сыр қолданылғандықтан, осының қандай бөлігі қолданылды деп сұрап жатқандықтан, біз 18-ді бөлемін 20-ға. Так, бөлетін болсам, қанша болады? 0,9 бөлігі қолданылды. Яғни 18-20-ға бөлген. Қалай бөлеміз? Мені бөлу жолын көрсетейін қазір. Ой. Көрсете салайын деп едім да. 18-ді бөлемін 20-ға. Қараңыздар. 18-20-ға жетпейтін 0-ден берем. Нашық 0-мен толықтырып алам. И 9-дан берем. 180 болады, е? 1 0 қарыз алдым, сол себептен бір саннан кейін өтірік айырамын. 0,9 бөлігі қолданылды. Әрмен қарай. 93-ші есеп. Жөндеу жұмыстарына 16 бума, түс қағаздың 12 бумасы кетіпті. Қолданылды деген сөз да. Түс қағаздың қанша бөлігі жөндеу жұмыстарына жұмсалды дейді. Табу керек. Қанша түс қағаздың қанша бөлігі жұмсалған. Так, шешуі. Так, шешуі. Так, бізге 12 бума кетсе, осы қанша бөлігі жұмсалғандықтан біз 12-ні бөлеміз 16-ға. Так, нешке қысқартамыз? Қысқартамыз 4-ке. 12-ні 4-ке бөлем 3, 16-ны 4-ке бөлем 4. 4-тен 3 бөлігі. Жауабы 4-тен 3 бөлігі түс қағаз жөндеуге жұмсалған. 94-ші есеп. Қабыланың жылдамдығы 120 сағат. Семсер балықтың жылдамдығы 135. Қабыланың жылдамдығы семсер балық жылдамдығының қандай бөлігін құрайды дейді. Қабыланың жылдамдығын қанша бөлігін құрайтын табуымыз керек. Шешуі. Так, қанша бөлігін табу үшін қабыланын сұрап жатқандықтан біз мына жерге 120 бөлу 135 деп осындай амалды орындаймын. Сөйтемін, бұны қысқартамын. 15-ге бөлем. Алымда бөлімде қысқарту деген сөз, бірдей санға бөлу деген сөз. Тең болады. 120-ны 15-ге қысқартсам 8 болады, мынаны қысқартсам 9 болады. Сонда 9-дан 8 бөлігі қабыланың осынша бөлігі семсер бұлақтың жылдамдығынан осындай бөлігін құрайды. Жауабы 9-дан 8 бөлігі. 95-ші есеп. Улудың жылдамдығы 9,6 миллиметр бөлінген минут. Көртышқаның жылдамдығы 60 миллиметр бөлінген минут. Улудың жылдамдығы
көртышқан жылдамның қандай бөлігіне тең дей ма? Ұлуды бөлеміз көртышқан жылдамына, сонда осынша бөлігі шығады. Табуымыз керек. Шешуі. Так, ұлуды көртышқанға бөлеміз ғой. Ұлу 9,6 бөлемін 60-ға. Қанша болады? 9,6-ны 60-ға бөлетін болсам, тең болады 0,16-ға. Жауабы 0,16 бөлігі. Бөлік құрайды екен. Әрмен қарай. Келесі есеп 96. 96-шы есеп. Инеліктің ұшу жылдамдығы 228 метр бөлінген минут. Торғайдың ұшу жылдамдығы 342 метр бөлінген минут. Инеліктің ұшу жылдамдығы торғайдың ұшу жылдамдығының қандай бөлігін құрайды дейді ғой. Бөлеміз ол үшін. Құрайды, шешуі. Так, инелік бөлінген торғай тең инелік 228, мына 342. Так, қысқартамыз. Нешке? 114-ке бөліп шығайық екеуінде. Қайтып мынаны бет жаза салайын. Қысқартушы мынаны және 342-ні бөлемін алымында бөлімді 114-ке. Қысқартау деген сөз сол. Так, қысқартатын болса мынау 2-ден, мынау 3-тен. Сонда жауабы 3-тен 2 бөлігін құрайды екен. Так, түсінікті ғой, әрмен қарай. 97. Тік бұрыш берілгенде, мынандай тік бұрыш беріпті. Тік бұрышты білесіздер, мына шеті 90 градус болады. Мына А, О, Б деп алайық. Екінші толық бұрыш дейді. Мына бірінші есебі. Толық бұрыш дегенде шеңбер алынады. Шеңбер алынады. Мына тік бұрыш дейді. Мына толық бұрыштың қандай бөлігін құрайды дейді ғой. Мына жалпы мынау 360 градусқа тең. 360 градусқа тең мына ішкі бұрыштардың бәрі. Сонда тік бұрыш, жазыңқы бұрыштың толық бұрыштың қандай бөлігін құрайтын болса, бірінші шешуі дейміз да. 90 градус деп жазамын да, бөлемін 360 градусқа. 90-90-ға бөлем. Қысқарту үшін. Екеуінде алымда бөлім 90-ға бөлем. Мына 1, мынауымыз қанша? 4. Яғни жауабы тік бұрыш толық бұрыштың 4-тен 1 бөлігіне тең екен. Тік бұрыш толық бұрыштың 4-тен 1 бөлігіне тең. Так, бұл кетті. Енді екіншісі. Жазыңқы бұрыштың қандай бөлігін құрайды дейді ғой. Мынау тік бұрыш бар ма? Мынау жазыңқы бұрыштың, жазыңқы бұрыш болса, осының қанша бөлігін құрайды? Бұл 180 градус, ал тік бұрыш 90 градус. А, О, Б деп қояйын. Қанша бөлігін құрайтын болса, әрине 90 градусты 180-ге бөлем. Бұл да солай 90-ны 90-ға бөлем, 180-ні 90-ға бөлем. Сонда мынау 1, мынау 2. Яғни жауабы 2-ден 1 бөлігін құрайды екен. Құрайды. Тік бұрыш, жазыңқы бұрыштың 2-ден 1 бөлігін құрайды. Түсінікті ғой, әрмен қарай. Так, 97 кетті. Енді 98-ші есеп қараңыздар. 98-ші есеп не дейді? Тік бұрыш берілген және А, О, Б. Бұл 90 градусқа тең. Толық бұрыштың дейді. Толық бұрыш шеңбері 360 градусқа тең бұрыштар. Қанша пайызын береді дейді осы. Мына 360 градус қой. Мынаның қанша пайызын береді? Олай болатын болса, шешуі осында осылай қолданамын. Тур бағанағыдай қанша пайызын құрайды дейді. Яғни 90 градус бөлемін 360 градусқа. Так, қысқартамын 90-ға бөлемін деген сөз. Мынау 1, мынау 6. Енді осының тік бұрыш, толық бұрыштың қанша пайызын береді деген. Так, 6-тан 1 болатын болса, 97. Қазір. Қанша? Толық бұрыштың қанша пайызын береді дейді. 6-тан 1 болса, мынаны 100-ге көбейтемін, 100 пайызға. Сонда 100-ті бөлемін 6-ға. Қанша болады? 100-ді 6-ға бөлейік. 100-ді 6-ға бөлетін болсаңыздар. Мына жерде 4 екен ғой, кешіріңіздер, 4 болады. Мына жерде 4 болады. 100-ді 4-ге бөлсек, 25 пайыз. Мынау пайыз. Яғни жауабы 25 пайызын құрайды. Болды. Так, осының енді екіншісін шығарайық.
жазыңқы бұрыш қанша пайызын береді дейді. Яғни 90 градусты бөлемін 180 градусқа. Қысқартамын 90-ға, қысқартамын 90-ға. Мынау 1, мынау 2 болады. 2-ден 1, оны 100%-ға көбейтемін. Сонда 50%-ын береді. Жауабы 50%-ын құрайды екен. 50%-ын құрайды. Болды. Енді 99-шы есеп. Жазыңқы бұрыш толық бұрыштың дейді. Қандай бөлігін қанша пайызын береді дейді. Бізге берілген жазыңқы бұрыш ол белгілі 180 градусқа тең. Және толық бұрыш берілген шеңбер ол 360 градусқа тең. Бізден сұрайды, мынау жазыңқы бұрыш толық бұрыштың қандай бөлігін береді? Онда 180 градусты бөлемін 360 градусқа. Қысқартамын. Нешке? 180-ге қысқартамын. Екеуінде алымда бөлімде. Сонда мынау 1, мынауымыз 2 болады. 2-ден 1 бөлігін береді екен. Бірінші есебінде ал екіншісінде қанша пайыз дей ма? 2-ден 1-ді көбейтемін 100-ге. Қанша пайызын береді? 50%-ын береді екен. Көрініп тұр ма сіздерге? Міне жауабы біріншісінде 2-ден 1 бөлігі мынау 50%-ын береді екен. Не шықты? Енді 100-ші есепке қарайық. Жүзінші есеп не дейді? 100-де С тең 400-ге және Д тең 100-ге. Д саны дейді, С санының қанша пайызын құрайды дейді. Бізден Д саны, С санының қанша пайызын құраса, онда Д-ны С-ға бөлем деген сөзді. 100-ді бөлем 400-ге. Қысқартамыз. 100-ге қысқартамыз. Алымында бөлімді 100-ге бөлем. 100-100-ге бөлемін 1, 400-100-ге бөлем 4. 4-тен 1 бөлігін құрайды, ал пайызын табу үшін осыны көбейтемін 100%-ға. Сонда 100%-ды бөлемін 4-ге 25%-ын құрайды екен біріншісінде. Бірінші есебі. Кетті міне. Екінші есебі С тең 555, Д 111. Д-ны С-ға бөлемін, яғни 111-ді бөлем 555-ге. Бұны да қысқартамын. Нешке? 111-ге. Бұл мынау 1-ге тең, мынау 5-ге тең. 5-тен 1 бөлігі. Ал енді пайызын табу үшін 100%-ға. 100%-ды 5-ге бөлем. Міне. Бұдан шығады қанша? 20%-ын құрайды екен. Так, әрмен қарай. Енді үшінші есебіне қараңыздар. С тең 130, Д тең 780. Бұда да дәл солай, есептің шығаруында. Яғни Д бөліне С ғой, Д 780 бөлемін 130-ға. Так, нешке қысқартуға болады? 780-ді 130-ны өзіне бөле салам. Мысалы, бұлай бөлу жолын көрсете салайын. 6-тан берем ғой. Міне, 6-ға тең. Енді осының пайызын тап дейді. Пайызын табатын болсам, алтыны 100%-ға көбейте салам. Қанша болады? 600%. Так, ең соңғысы 4-ші есебіне қараймыз. С 321, Д 963. Д саны, С саны қанша пайызын құрайды дейді. Бұл да. Д-ны С-ға бөлеміз. Д 963 бөлемін 321-ге. Так, 963 21-ге бөлсең 3-тен болады. Ал 3-тің пайызын табу үшін 300% болады. Болды міне, келесі сабаққа дейін сау саламатта болыңыздар.